Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен өте дәмді, жұмсақ, пеште пісетін пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстіне қант пен тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстіне жылы суымызды құямыз. Құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып алып, енді ұнымызды сала бастаймыз. Ұнды кішкенеден салып, 3-4 бөлікке салып, араластырып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Ұнды құрамында көрсетілген грамм бойынша қосатын боламыз. Одан көп қосуға тырыспаңыздар, өйткені қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Бізге жұмсақ қамыр илеу керек. Міне қамырды иледік жұмсақ, енді оның бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа су құйып, отқа қоямыз. Ол қайнаған соң ғана барып, картопты қайнап тұрған суға саламыз. Сонда картоптың дәмі суға тарап кетпей, өзінің бойында қалатын болады. Егер салқын суға картопты салып барып отқа қоятын болсақ, онда оның дәмі суға тарап кететін болады. Түбін бір қозғап араластырып, бетін жауып, қайнағаннан кейін барып, оттың астын баяулатып, картопымызды пісіріп аламыз. Піскен картоптың суын төгіп тастап, оның үстіне кішкене сары майымызды қосып, оны жақсылап картоптың бәрі толық езілгенше жақсылап арнайы картоп езгіштің көмегімен езіп шығамыз. Ыстық күйінде салған дұрыс майды, ол картоптың ыстығына бірден еріп, картопқа сіңіп жақсылап араласып кетеді. Одан кейін оның үстіне міндетті түрде сүтіміз жылы болу керек, жылы сүтті құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Және де бұл картоп езбесіне бір ас қасық майонез қосып жіберсеңіздер өте дәмді болады. Бір ас қасық майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында бұрышымыз бен тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бұрышта өз қалауыңызға қарай, дәміне қарай қоссаңыздар болады. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды жақсылап көтерілді қамырымыз. Сіздерге видео ұнап жатса, видеома лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қамырды жұқа қылып жаямыз, 5-6 мм болатындай етіп, өйткені біз оны пешке салғанда ол тағы да көтерілетін болады. Сол үшін піскен кезде наны қатты қалың болып кетпес үшін біз қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Және арнайы осындай форманың көмегімен дөңгелектеп қамырды ойып шығамыз. Форманы да өз қалауыңызға қарай жасасаңыз болады. Осылай бәрін дөңгелектеп ойып шыққаннан кейін үстіне бағана дайындап қойған салмамызды салып шығамыз. Салмасын өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Мысалға, орам жапырақты қуырып салсаңыз да болады, немесе етті фарш пен картопты және пиязды қуырып салсаңыз да болады. Ол салмасы қатты маңызды емес, өзіңіздің қалауыңызша жасай берсеңіз болады. Бұл жерде артық қамырлардың барлығын жинап аламыз. Оны арнайы салапанға салып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Біз бұл пирожкилерді пешке салғанша ол қамырымыз көтеріліп, жұмсақ болып, дайын болып тұратын болады. Осылай барлығын жақсылап бүгіп, саусақтарымызбен қатты қысып бүгіп шығамыз. Табамызды майлап, дайын болған пирожкилерімізді табаға орналастырамыз. Орналастырып болған соң, жұмыртқаның сарысын осы пирожкилердің бетіне бір келге жағып шығамыз. Сонда біздің пирожкилеріміз қып-қызыл болып, жылтырап әдемі болып піседі.
жағып болған соң пешке 180 градуста 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Менің пирожкилерім 40 минутта пісіп шықты. Өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.